Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай Ата заң азат елдің ар-намысы атты танымды сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы тарихы да тағырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. Ата заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Конституция мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан еліміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Кез келген мемлекеттің, елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат Конституция. Онда мемлекеттің барлық құндылықтарының, жеке адамзаттардың, ұлт пен ұлыстардың, әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. Осыдан 25 жыл бұрын 30 тамызда Қазақстан халқы еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған ата заң мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгерілеуіне бастауына, дамудың қайнар бастауына айналды. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылданған екінші конституциясы. Алдыңғы конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. 2017 жылдың наурызында Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілу туралы заң қабылданды. Президенттің және парламент депутаттарының мерзімдері мен өкілеттілігіне қатысты өзгерістер 1998, 2007 және 2011 жылдары енгізілген болатын. Қазақстанның негізгі заңнамасының күніне салтанаттың 30 тамыз біздің байтақ даламыздың әрбір азаматы үшін мереке. Қазақстанның ата заңы еліміздің демократиялық дамуының берік іргетасы. Өз елін құрметтейтін әрбір азамат үшін оның құқықтық негіздері, тіпті Конституция деген сөздің өзі зор мәнге ие. Тәуелсіз еліміздің Конституциясы қабылданған күнмен құттықтай отырып, баршаңыздың отбасыңызға амандық, құт береке мен жайлылық тілейміз. Рухтарыңыз асқақ, келешекке деген сенімдеріңіз айқын, жігерлеріңіз қайратты, әрбір бастамаларыңыз ел игілігі үшін жемісті болсын.